Сәлем достар, сіздермен мөлдір. Бүгін сіздерге қазы айналдыру тәсілімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен ішекті бірнеше рет тазалап жуып, салқын тұз суға 2-3 сағатқа салып қоямыз. Ішектің жуан жіңішкелігіне қарай етті және арасына салынатын майды осылай кесіп шығамыз. Дайындап алған етіміз бен майымызды тұздап, дәміне қарап тұз, бұрыш қалауыңызша сеуіп, жақсылап араластырып шығамыз. Ішекті тұзды судан алған соң, қайтадан бір рет жуып, ішекті аударып шығамыз. Яғни, бүдір жағы ішіне қарау керек. Ішектің бір ұшын жіппен мықтылап байлаймыз. Екінші ұшымен осылай етімізді саламыз. Видеодағыдай майды екі еттің ортасына қойып салсаңыздар, піскен кезде өте дәмді болып піседі және кесілгенде өте әдемі болып кесіледі. Видео ұнады деген ойдамын. Міндетті түрде осы тәсілмен жасап көріңіздер. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.